халықтың өзінің ынтасымен, ықыласыменен жасалып жатқан дүниелердің барлығы да осы біздің мемлекеттік тәуелсіздігіміздің арқасы. Сондай жаңа дәстүрлеріміздің бірі біздің 1 желтоқсан күні жыл сайын аталып өтілетін жаңа мерекеміз, тұңғыш президент күні. Ол да біздің тәуелсіздігіміздің символы. Өйткені біз өзіміз өз халқымыздың ықыласыменен 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық президент сайлауын тұңғыш рет өткіздік. Сол кезде бұл халықтың рухани бостандығын, халықтың рухани жаңа өрлеуін көрсетті. Тәуелсіздік күнімізбен қатар келетін осы 1 желтоқсандағы елдің басшысын сайлап алу күні бұл өзінің маңызы бар. Әр уақытта да біздің Қазақстан халқының бір ниет, бір тілекпенен жақсылықтан жақсылыққа жете берудің дәстүрі қалыптасқан күн деп есептейміз.